мысалға менде Джонни көп күтеді да, оны Джонни түсірсем миллиондай жинап береді. Именно осы YouTube арқылы айына қанша ақша табасыздар? Мысалы, сен бір видеоңда бір канал өзін пиар жасағысы келеді. Соларға қанша ақша төлейді? Басқа ютуберлермен қарым-қатынастарыңыз қалай? Q-Bro, Ali.KZ рекламасы арзан тұратын 500 теңге. және бұндай жетістікке жету үшін қанша ақша салдыңыздар және қанша ақша салу керек? Мен енді бір миллиондай кетті енді. Былай алма кеттік. Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Бүгін бізде қонақта Nurchannel, Eddie Forbes және Макс. Бүгін әртүрлі YouTube туралы сұрақтар қоятын боламыз, кино туралы сұрақтар қоятын боламыз, біле білсеңіздер. Бұл жігіттер біздің виртуалдық ойын 2 деген киноға түсті. Ал ендеше өздеріңізді таныстыра кетсеңіздер, шын аттарыңыз кім? Менің шын атым Нұрмұхаммед, яғни менің псевдоним Nurchannel, оны барлығы білетін шығар. Жалпы сол ютубер, let's play, ойындар түсіреміз, кейде влогтар да түсіреміз. Түсіретін заттарды түсіре береміз, жалпы айтқанда. Сол. Менің атым Мақсат, мен бұрынғы как Eddie Forbes ретінде канал жүргізгем. Одан кейін армияға кетіп қалып, енді мынау жігіт қазір Eddie Forbes. Я достар, мен қазір Eddie Forbes, жаңағыда Let's Play ойын GTA 5 әлемде осындай ойындар Let's Play'лар түсіреміз жігіттер. Жақсы керемет. Жастарыңыз нешеде? 21-де? Менікі де 21-де. Біз 21-дейміз. Мен шалмауым 25-тен 95. Братан. Братишка. Ең бірінші сұрақ, бағанағы әңгіме барысында қозғалатын темалардың бірі, яғни даму үшін, подписчик жинау үшін, просмотр жинау үшін біреуден пиар алу қажеті бар ма? Біреуден пиар дегенде негізі менің ойымша бастапқыға біраз видео түсіріп алу керек, жақсы качественный контент, содан кейін бір нормальный ютубердің бір пиар жететін сияқты. Менің ойымша ше, бір пиар, чтобы адам жинау үшін, көру үшін, содан кейін ары қарай егер контенті мықты болса, таралып кете береді. Менің ойымша достарына көрсетеді, былай. Главный очередь это контент қой бұл жақта. Контент бәріне решать етеді мысалы. И алдын ала ютубер өзін бірінші ойластыру керек, не қандай ойын түсірем, не түсірем, және де одан кейін өзінің компьютер железо дейді. Ол железосыз компьютер, мысалы, ютубер бола алмайды. Мықты компьютер керек. Екіншіден, сосын өзінің творческий адамның жағынан мықты болу керек. Мысалы, Eddie Forbes және Nurchannel сияқты көтерілу үшін да, мысалы. Негізі пиар деген жалпы, пиар деген всегда жақсы зат қой негізі. Не бывает плохой рекламы дейді ғой, сол себепті пиар всегда встречается ғой. Сол себепті еш қорықпай, смело ютуберлар егер келісіп жатса, пиар жасап, бәрін қолға алып, сөйтіп жұмыс істеу керек деп ойлаймын негізі. Яғни железо дегеніміз компьютерға компьютер. Качество ғой сол. Компьютер ең басты нәрсе ол железода мысалы. Компьютерді жетіспейтін нәрсе, мысалы GTA түсіру үшін жаман качество кім көргісі келеді, мысалы GTA, мысалы любой ойындар мысалы. Сол үшін компьютер ютуберға обязательно өзінің бір мощный компьютер керек, немесе видеокарта, процесс, оның бәрі керек. Одан кейін ютубер болу үшін, мысалы, микрофон жақсы болып, дауыс главный ютубердің ол дауысқа қарап, мысалы, адамдар, мысалы, аудитория каналға тіркеле бастайды, мұнан дауысына қарайды, мысалы. Любой комментарийді оқысаңыздар, ол мынаның дауысы мықты екен деген сондай комментарий көп болады. Бір сөзбен айтқан кезде қазір біз очень геймерлерге не істеп жатырмыз ғой, қарап отырсақ геймерлерге арналған бағыттарды талқылап жатырмыз. Тағы құрметті көрермендер, бүгін бір керемет бір жаңалық естідім. Геймерлердің өздерінен кәдімгі ютуберлер арасында геймерлердің ішінен алғашқы болып біз Қазақстан бойынша интервью алып жатырмыз. Сонымен бізді құттықтап қойсаңыздар болады. Мигранты наследиясы. Қазір қанша подписчиктеріңіз бар? Ал меніңкі Nurchannel арнасында точно білмеймін, бір 770 мыңдай бар, асып барады тұр. Ал Eddie Forbes 270 мыңдай подписчик бар қазір. 35 мың. сіз жаңадан аштыңыз? Иә, жаңадан ашылған мен каналымда қазір пока. Енді бұндай подписчикке қанша уақытқа жеттіңіздер? Мысалы 700 мың подписчикке. Мен 700 мың подписчикке 1,5 жылдай уақыт жарап, одан да көп десем болады. Алдындағы гитарамен түсіргенім санасам. Ең бірінші видео мен 4 жыл бұрын салған бұл ютубқа. Бірақ ол кезде әшейін гитараны салдым, гитара түсірдім, анау, ары-бері, туда-сюда. Не серьезный әңгіме ол жалпы. Просто так, естелік. Бізде тоже сол 1,5 жыл бұрын болды, канал сол уақытта өзі создаваться етілді, ровно 1,5 жыл осы уақытқа дейін. Негізі подписчик көбейтуге көбірек болатын еді Eddie Forbes каналына, өйткені мен армияға кетіп қалдым, одан кейін армиядан кейін кішкене канал тұрды да бір неде өз уақытында.
эксперимент, активность. түсінікті. Бұл енді барлығының жалпы проблемасы ол стабильность, стабильный бір теманы алып қуалау керек. иә Сол кезде жақсы дамисың. Және бұндай 700 мың подписчик болсын, 200 мың подписчик болсын, қысқа мерзімде жетуге болады. жетуге болады негізі, жалпы егер контент качественный болатын болса деген сияқты ғой. Иә, жақсы. Содан кейін тағы да айтып өтейін, мысалға контент бір қалыпты дейді да, мысалға ол тұрықта машина түсірді, ойын түсірді. Машина түсіретін бір бөлек подписчик, ойын түсіретін бір бөлек подписчик. Подписчик көп болады, просмотр аз болады деген сияқты. Біреу ананы күтіп отырады, біреу мынаны күтіп отырады. Мысалға менде Джонни көп күтеді да, оны Джонни түсірсем миллиондай жинап береді. Ал басқа морды түсірсем 200-300 мың жинайды да. Сол ол мен Джонниді түсірем, Джоннидің ішінен ауыстырып тұру керек та, контентте GTA-ның ішінен ауыстырып тұру керек та. Солайынан типа ойын болған ба, ойын түсіру керек, понятно. Машина түсіріп кетсең дұрыс емес сияқты менің ойымша негізі. Бірақ үйде түсіретіндер бар енді. Менің ойымша адам қызық болса болды. Ондай Негізі айтқыларыңыз келгені оны көрермен бір контентті іздеп келеді. Иә, сол үшін де келеді. Басқа контент басқа біреуде бар деген сияқты ғой мысалы. Егер де басқа темада түсіретін болсаң, басқа канал аша салған дұрыс па? Басқа канал аша салған дұрыс па дегенде, мен мысалы влогты Нұрченұлға түсіргім келмейді да, сол себепті екінші канал аштым. Тек қана влог түсіріп, қиналмай сала беремін. Аняқа түсіретін, Нұрченұлға түсіретін болсам, сол ойланамын да, той көрмей қалады, анау мынау деп ше, сол. Менің ойымша сондай енді, бәрінің арқылы ойлайды негізі. Лучше бір теманы қолаған жақсы ғой. Ойын болса ойын деген сияқты. Нұреке, сізге жеке сұрақ, осы Джонни идеясы қайдан келді или случайно пайда болды ма? Ой, Джонни идеясы деген случайно пайда болған нәрсе емес ол дейтін. Бұрын соңғы 15 жыл бұрын деп айтпай ақ қояйын, иә. 1,5 жыл бұрын сол кезде Джонни деген бір сондай бір өзінің персонажын болған қаладым, ойлап аттым, басқа ютуберлерді қарайсың, кейбір ютуберлер бар, анаяқта сондай өзінің персонаждары болады, қарадым, ойладым, сондай құрастырғым келді, содан кейін бір ат керек болды оған, персонаж керек болды, бір персонаж тауып, онша сонаған жоқ, қазіргі Джонни ше, хит болып жүрген Джонни таңдап алды. Ну ладно, деп түсіре бердім. Оның киімі ауыспайтын болғанда тура ол персонаж таңдамайды деп, өмір бақи бір киіммен келе жатыр. Кепкасы ғана. Егер соны білгенде басқа персонаж таңдайды деймін, железно. Таңдап қойған соң ол персонаж самолет жөндейтін. Иә, самолет жөндейтін аяқ скоростьта тұрады. Сөйтім да, енді ат қою керек дедім да, сосын досым есіме түсіп жаңа келген деген. Сөйтім да, оны Джонни дейміз да, идеально түріне жарыспайды. Джонни дедім. Сосын бір видеоларды айтамын, оның шын аты жаңа берген кейін. Ал мысалы менде Косой деген персонаж жоқ. Косойдың шын аты Қасым-Жомарт көршім мен бәрі шын өмірде жүрген персонаждар ғой мен. Достарымның аттарын алып жатырмын, достарымның нелерін алып жатырмын, жалпы солай. Кейде өмірлерін пихать етемін. Сосын мынандай болады менде, кейде идеялар таппай жатыр. Мен кейде машина бұзылып қалады да, дроссель бұзылып қалады да, типа сондай запчастьта. Ойынға тасасын, дроссель заслонкасы бұзылып қалады. Тықай бересің ғой. Тураны бір көрдім выпускта. Өзің машинаңды сатып алдың, иә, неде? Иә. Өзің айтып жүрген нәрсе тура сондай Мерседес. Сатып алдым, иә. Именно осы YouTube арқылы айына қанша ақша табасыздар? Енді оны айта алмайсың. YouTube деген негізі ол прямо андай стабильный доход деп айтпайсың, плавающий ғой. Кейде болады, кейде болмайды деген сияқты. Бірақтан өмірге жетеді ғой енді. Өмірге жетеді. Иә. Нақты айтамыз, кейде 100 мың, кейде 200 мың, кейде асып та кетуі Теңге ме? Иә, теңгемен санағанда мысалға. Кейде одан асып кетуі мүмкін. Бірақ ютубты енді бастағаннан кейін кішкентай балалар бастағыларын біледі ғой. Оларға жұмыс істеуге болады ютубта, тек қана ютубта. Егер постоянно жұмыс ретінде үлкен адамдар жұмыс істейтін болса, уже ойлану керек ол туралы. Оған уақыт бөлу керек көбінесе. Кешке жақын жұмыстан келіп оны істеу керек та. Кешке таман жұмыстан келіп жұмыс істеу керек десе? Кешке жұмыстан келіп жұмыс істеу керек. Оның уақыт көп алады ютуб деген. Доходынан басқа, именно сол ютубқа қатынасы бар басқа доход түрлері бар ма? Басқа доход түрлері дегенде, мысалға мен мерч дейді, киім саттым, Джоннидің суреттерін. Иә, суреттер, иә. Пример саттым, тоже болады олайынан. Тағы да ютубтың өзіңкі бар, и потом тағы да не бар? Жалпы айтқанда рекламадан дополнительный басқаша. Реклама мысалға басқа каналдарды рекламировать етуге болады, жалпы айтқанда. Жақсы. Ол 100 мың, бана 200 мың теңге, мысалы 300 мың теңге ютубтың өзінің партнеркасынан ақша береді. Одан бөлек футболка сатуға болады. Немесе өзінің басқа тауарлары. Және сырттан реклама біреулер береді. Реклама береді. Ол мысалы сен бір видеоңда
бір канал өзін пиар жасағысы келеді немесе біреу өзінің тауарының реклама жасағысы келеді, бір разработчиктер өзінің ойынын реклама жасағысы келеді, жаңа шыққан Battlefield, World of Tanks деген секілді. Соларға қанша ақша төлейді? Енді қанша ақша төлейді дегенде бізде жалпы интеграция дейді, видеоның арасына салу. Ол примерно қазақтар сұраса деп қойшы. Енді каналдың әр каналдың өзінің подписчиктеріне байланысты деген сияқты бір нақты баға жоқ ол жерде. Тарқап істеді, ары бері деген сияқты ғой. Жақсы, 200 мың подписчигі бар. Каналға қанша төлейді? Келіскенге ойлашы, шыны керек. Оны прямо айтып айта алмайсыз. Қандай төңіректе жарайды? 10 мың мен 100 мыңның арасында, 20 мың 10 мен 40 мың арасында. 10 мен 40 мың. 10 мың теңге мен 40 мың теңгенің арасында. Егер де каналында 200 мың подписчик болып, әр видеоның просмотры қанша болып жатса? 50 мыңнан асты жетіп жатыр негізі. Ал Нұрекеңдікте 1 миллиондай болып жатса просмотр. Енді ойықта Нұрмұхаммедтің каналы 700 мыңнан асып тұр, просмотрлар прям енді көтеріп жоғары дәрежеде де, сол себепті ода енді келіскеніне байланысты ғой дегенмен все равно енді. Қалай 40 мың теңгенің арасында, егер де 500 мыңнан үлкен болса подписчигің? 500 мыңнан үлкен болса тоже енді 80. По идее, 80-ден 100. подписчикке байланысты емес бұл жақта. Число просмотров, активность канала постоянно. Егер активность мықты болса, каналда өзінің бағасын қоя беруге болады. Мысалы, уже келіскенге байланысты. Агенттер бар, менеджерлер бар, сол ойынын жазатын агенттермен. Тура енді осы сұрақты арға жалғастыра салайық. Айына қанша просмотр жинайсың? Менде айына барлық видеоны қосқанда, барлығын санағанда 17-18 миллион просмотр жиналынады. Стандарт 28 күннің ішіндегі стандарт, иә? 17-18. Кейде қатты жүріп кеткенде 20-ға дейін кетіп болады да. Сіздерде? 4 миллиондай просмотр болады айына. Менде мың деп барды. 1000-2000 деп барды. 1000 просмотр болмайды. Ондай емес, өтірік айтамын, где-то бір 20 мың қазір мен ондай көп видео түсірмеймін. Бірақ егер дамыту барысында қазір. Егер постоянно жақсы түсіретін болсам, мен де көтере аламын. Миллионға жеткізу мүмкін мен мысалы бір айдың ішінде. Сондай. Аптасына қанша видео саласыздар? Мен қазір в данный момент қазір мен салмаймын. Көбінесе стрим түсіріп жүрмін. Мен стриммен дамуым. Қандай ойын бар? Әртүрлі ғой, мысалы қазір ең популярный ойын мысалы Free Fire немесе PUBG Mobile. Аптасына қанша видео саласыз? 3 видео, 4 видео, кейде 2 видео болады, прям пол тиме кеткен кезде, или болмаса видеоның сложностына қарай болады ғой, тоже бір 2 күн түсірілетін видеолар болады деген сияқты. Сол себепті кем дегенде 2 видео ғой. Нұреке сізде? Негізі аптасына 3 видео салуым керек, қазір 2 аптада 1 видео салып берді. Жоқ, ол негізі Оған себеп бар ғой. Себеп бар ғой. Виртуалдық ойын деген киноға Нұрмұхаммед екеуміз түстік. Ол жерде ең басты рөлді Нұрмұхаммед. Сол себепті ол жаңа осы киностудия Мейрам өзі сол киноны түсіріп жатыр. Сол себепті Нұрмұхаммедтің каналында қазіргі уақытта енді аз видео шығып жатыр. Себебі енді басты рөлде сол үшін қол тимейді деген сияқты әңгіме болып бұл жерде. Сіздерде мынандай бола ма? Негізі аптасына железно бір определенный количество салып отыру керексіздер, Негізі үште стабильно болу керек негізінде. Елдар екеуміздікі бірде ғой, негізі күн арауы, бір күн шығардық, бір күн демалдық. Негізі демалмаймыз, ол күн тоже монтаж, реклама, анау мынау. Бір күн шықты, бір күн демалдық, бір күн шықты, бір күн через ден шығара береміз. Сол ғой бізде. Алдын ала түсіріп қойған кездеріңіз бола ма видео? Болады. Бір жаққа кетіп баратын кезде мысалы бір пляжға демаламын десең бір апта алдыға түсіріп қоясыз да видеоны. 3-4 видео түсіріп қоясың, монтаждап дайындап қоясың. Сол уақытта өзі автоматически шығып отырады. Басқа ютуберлермен қарым-қатынастарыңыз қалай? Кюбро, Ali.KZ және тағы да басқа ютубер геймерлер бар да, мен көбісін тани бермеймін бірақ. Көп негізі бізде блогерлар, жас блогерларда, баяғыдан келе жатқан блогерларда біз өзіміз енді 1,5 жыл бұрын конкретно кірістік қой енді ютубқа. Қарым-қатынас бәрімен жақсы шыны керек. Бәрімен жақсы, прям бәрімен араласамыз деп айтпаймыз, но көбісімен жазып, ВК-дан жазып сөйтіп сөйлесіп тұрамыз. Сөйлесіп, супер кигач деген бар, тағы да басқа ютуберлермен сөйлесіп, Кюбро, бәрімен сөйлесеміз, жалпы айтқанда. Негізі ютубта тез даму үшін не істеу керек деген сұрақ тұр, бірақ оған маған жауап беріп қойды. Правильный, качественный контент. Качественный деген тырысу керек, от души, душевно в душу істеп тастау керек, жалпы айтқанда. Сапалы, иә, сапалы бірінші. Сапалы деген қандай сөз? Не мағынада сіздердің? Сапалы дегенде бір видеоны түсіру керек, асықпау керек, от души істеу керек, жақсылап тұрып дубляждау керек. Негізі қазіргі ше былай картинка екінші орынға қалып қалған, менің ойымша қазір дауысқа мән береді ше, дауысымен таниды, дауысын естиді, дауысын күшті дейді, сосын қазір сөйлеп приколдар айтып, сол қызық та қазір ел бәрінде картинка мықты ғой, жалпы айтқанда қазіргі заманда ше, картинкадан ешқандай проблема жоқ, сондықтан дауысқа мән беру керек, ерінбеу керек, от души істеу керек. Бағана айтқандай
главный мысалы ютуберлерде ең главный ол дауыста, сол үшін микрофон, сапалы микрофон керек, сапалы компьютер керек, бағана сіз айтқандай сапалы болу үшін. Хотя бы мақұл ол ойын түсірмесін де, басқа темада ютуб дамытсын. Минимально қандай характеристика болу керек компьютерде, процессорда? Қысқасын айтқанда, мен дейтін деп айтты ма, телефонмен ақ монтаждап тастадым. Мен честно бір видеоны алды да 500 мың емес, қанша? 600 мыңнан асып кетті бір видео, екінші каналымда. Ну, енді ол влог түсірсең ғой? иә, влог та, ал ойын түсіруге ма, нақты? Мен істесең болады деп. Именно сол влог, минимальный монтаж бір Samsung алсаң да бір 50-60 мыңға қызық қылып түсірсе телефон кетуі мүмкін, иә. Сол телефонда да монтаждайды программа. Қандай программа монтаждадың? Мен телефонда KineMaster деген программаны монтаждадым, оны бірақ сатып алып өйткені мен iPhone взломать етіп. Бұл реклама емес. Точно реклама. Я тебе отвечаю. Реклама. Өзі бір ютубер бар еді, жас бала. Ақтаудан. Помнишь? Кім еді аты? Жас бала, школьник. Білмеймін. Екеуміз бір видеосын көріп жартылап едік қой. Мистер Прикольчик? Иә, мистер Прикольчик деген блогер бар, егер көріп жатсаң, салам ғой. Иә, қазақ тілінде жас бала прям қанша 150 мың подписчикқа жетті ол шынымен де. Тапты, табатын бәрін істеді, мықты контент бәрі қане. Телефонмен ақ істеп отыр да бәрі. Яғни телефонмен де дамуға болады, иә? Әрине. Желание болса болды. Адамның өзіне байланысты бәрі. Жоқ, бастапқыға енді мықты камераны ешкім бастаған жоқ. Жоқ, енді средний жақсы бір камера керек. X2 жетеді десе. 5 мегапиксель. Главное, камерасы бар дейсің ғой. Командаңызда неше адам бар? Негізінде бір командасыз ба, или бөлек-бөлек студия, әрқайсыңызда өзіңіз командаңыз бар, или бір адамда барлық команда бір адамда ма? Жоқ, бізде былай ғой, басында Q-Style деген группа болған бізде. Сол кезде бір-бірімізге пиар жасап сөйтіп жұмыс істегенбіз негізінде. Потом әрқайсысы өзімен өзі кетті, әркім өз-өзімен жұмыс істейді. Былай команда деген жоқ, каждый индивидуально дейді ғой. Каждый ютубер это индивид. Негізі летсплейшіктерде команда болмайды, әркім өзі істейді, әркім өзіне сенеді. Ал көмек керек болса, смело звондайсыз, келесі бар, без проблем, смело шақыра саласың. В общем, біз айтқанда үшеуміз енді бір командамыз ғой, және бізде қасымызда балалар бар өзімізде. Постоянно көмектеседі, керек болса көмектеседі. Съемка жағынан, егер көлік керек болса, көлік береді деген сияқты әңгіме ғой. Монтажды өздеріңіз жасайсыз? Монтаж өздеріңіз сөйлестір. Өкінішке орай, енді монтаж бәрі біле бермейді ғой енді. Premiere Pro деген мысалы сол сияқты программалар бәрі қаға бермейді, сол себепті. Түсіп көмектесіп береді, дейді адам керек. Мысалы Нұрмұхамедке мысалы GTA-ның видеосын бір түсіріп қалдық қой, сол кезде біз бәріміз Нұрмұхамедтің арнасында бар, көріңдесеңіздер, GTA 6 деген шын өмірде түсірген болатынбыз ғой. Бәрі жиналып түсіріп жатыр, үйдің бәрін қосып. Ол жақта өзіміздің қасында Маулен деген жігіт бар, ағасы бар. Нақты команда жоқ та, постоянно жиналып бірге істейтін бәрі. Әркім өзінше істей береді негізі летсплейшіктерде. Қанша теңгеге жинауға болады? Геймерлерге арналған компьютер? Компьютер негізі геймер минимум ба? Минимум бір 400 мың ба, сондай по идее мықты компьютер деп жатсаңыз. Енді оның ішіне микрофонмен қосқанда. Иә, микрофон, монитор, компьютер енді слишком мощный айтып, бір среднячковый компьютер да. Средний ішіне ойын ойнауға, видео түсіруге, стрим жасауға болатын компьютер мысалы. Енді монитор бәрі қосқанда сондай 400-500 мыңдай кетеді. Обязательно сондай ақша. Қандай камерамен түсіресіздер? Өздеріңізді видеоларыңызды? Бізде анау Хамакемен ойындарды түсетін бізге Logitech веб камера. Тоже жаман емес, Full HD түсіріп береді. Logitech 920. Қандай? C922 деген. Logitech. Сіздерде сондай ма? Бәрі бірдей ма? Біреу аламыз де, мынау бәріне. Отырып железақ қайта-қайта пикате жоқтағанда. Компьютер жағынан, микрофон жағынан былай өзіміз шашып білеміз. Жинамай болады кейде. Тас жерді жинап жүрді. Машинамен жөндеп жүретін әлетлар дейді. Машинамен жөндеп береміз, қанша жөндедік. Не айтып отыр ек? Содан кейін сталаға шығып бір жүгіріп анауына сен алады. GoPro-ны қолданамыз, GoPro жетіміз бар, жеті Black деген и сотка ғой, сотка қамай ғой, везде ғой, iPhone ғой. Егер де сіздерден реклама, пиар тапсырыс беретін болса, заказ беретін болса, қаншаға жасап бередіңіздер басқа каналдар? Басқа каналдарға енді 20-25 теңгеге жасаймыз. Ол да негізі сұрақ қой, ол каналдың контентіне қарайсың ғой тоже. Ол елге қызық болған болмайды, егер қызық болмаса, ол сразу айтасың да оған. Ол каналда контент қызық болмайды, сен ақшаны бекер кетіресің деп лучше жасамай қой. Жоқ, былай да менде мысалға біреу аламын дейді да, мен айтамын 20-25 мың деймін, ол айтады, ойбай қымбат деп алмайды соны. Енді начинающий блогерді
осындай қазақстанда сөйтеді, ал басқа мемлекеттегілер енді алады. Орыстар әжептәуір. Бәрібір енді білмеймін. Енді біреулер ше ақшаға жасайсың ба не пиарды деген сұрақ қояды. О, обязательно. Мен дейін бәрін жаза берсем, бәрін жаза берсем қойдасың ғой. Ағашқа жасасын, маған жасасын, маған жасасын. Не үшін тегін жасамайсыздар? Енді өз определенный сумма бар. Егер тегін болатын болса, наплыв болады да, просто етін бәрін жаса деп айтады. Ол енді бізге де как бы невыгодно деген сияқты әңгіме ғой. Тегін ішін ұстамайды. Өйткені қаншама еңбек бар, дұрыс па? Қаншама тер төгіп жұмыс істеп жатсың. Мынандай сөйтуші болса ше, менде де бір рет болған. Канал реально мықты да, жақсы, әдемі бар, өзің жаңадан бастап келе жатқанға сапалы түрде. Арзанға жасап берші, 5000 теңге жасап берші десе. Жоқ, кейде бір каналдар болды маған жазған. Прям контенттары мықты екенше. Мен оларға айтқан, тегін ақ жасап беремін, келіп мен видеома түсіп кетсең болады деп, сол кезде реклама жасайын. Олар хорошо дейді, сосын тас болады. Яғни адамдар қимылдағысы Иә, өздері істегісі келмейді да, бірақ білмеймін мен неғып екенін ондай, бірақ мен бір 4-5 адам осындай жазған. Реально өз подписчик бір мыңақ подписчик бар, бірақ просмотр 3 миллион сондай адамдар көргенмін. Егер нормальный түсіреді, потенциал бар адам көрсе, мен өз видеома түсіріп, сөйтіп реклама етіп берген жақсырақ та. Балам мысалға, маған көрсет, анау былай істейсің. А былайынан пиар, да, бір-екі рет жасағам мен негізі, чтобы нормальный каналдарға кәдімгідей жазған. Реально. Иә, ол елдерларға жасадым ма. Нұрмұхамед екеуміз қалай ең басында мен енді ютуберға болып жатқанмын, ол кезде трендті қарайтын мысалы. Ойлаған жоқ мен ютубер болатынымызды. Сол кезде трендті қарап жүрсем, Джонның видеолар шығып жатыр, анау ол кезде Нұрмұхамедте 20 мың ба сондай подписчик өледі. Так. Иә, сол кезде и сол 20 мың подписчикпен мен сол кезде таңғалдым. Бәрі бірінші орында тұр ғой трендтің арасында орыстардың видеолары, қазақтардың видеолары ол кезде аз еді ютуберлер. И сосын мен Нұрмұхамедке жаздым, жатам қанша тұрады реклама, ол кезде рекламасы арзан тұратын 500 теңге. 500 теңгеге алдым, сосын өзім суреттерімді түсірдім, камераны осындай мен де істей аламын, өйткені оны көрдім мен уже жігіт екенімді, үлкен жігіт, кішкене қалай оборудованиялар бар, микрофоны бар деді да. И сосын мен уже бір рет алдым реклама, одан кейін уже екеуміз былай сөйлесе бастадық, ВК-мен сөйлесіп, телефонмен сөйлесіп кеттік, содан кейін кездесіп, одан кейін Күнге ұйықтап жатады. Что-то не то дегенсің. И сөйтіп біз деген қазір осылай сол енді өкінбеймін, сол кезде сол Нұрмұхамедтен реклама алғанымды. Уже қанша болды? Бір жарым жыл болды, екеуміз жақсы общаться едік. Кто? Екеуміз бірге нормально общаться едік. 4 сағат вокзалда жүріп тұрған. Мен арқылы Елдар Нұрмұхамедпен танысып сондай да, просто адамдар бір-бірімен постоянно кім ютубер болғысы келеді, мысалы жас ютуберлар болғысы келсе, өздерінің қасына команда жинасын, сөйтіп бір-бірін көмектессе, сол Нұрмұхамед және де сол Эдди Форбс сол сияқты бірге өйстіп көтеріле аласыңдар. Ол не обязательно пиар. Иә, былай да мысалға Макстар алды сөйтіп былай, типа көмектесіп сөйлесті, былай істемейсің, тоже өз варианттарын айтып жатыр да, көресің, нормальный типтер екен. Көбісі былай жазады, бірақ қазақпыз ғой жасап берсін. Енді қазақпыз ғой дейсің. Пожалуйста. Не істейсің сен негізі? Сіздер осындай жетістікке жетіп жатсыздар. Және бұндай жетістікке жету үшін вообще қанша ақша салдыңыздар және қанша ақша салу керек? Мен салғанда андай рекламаға 100 теңге салған болды. Рекламаға 150 теңге? Иә, біреудің 150 теңге реклама. 100 теңге реклама сатып алған ма? Жоқ, сен мысалы осылай. Жоқ, тоқтасай. Короче, содан енді компьютерді обновить етуге енді бір миллиондай кетті. Былай обновить еттік, күйді, микрофон алдық, ананы алдық, мынаны алдық, офис бар, менде офистің ананы озатын алдық, типа хромакей деген сияқты. Кеттен. Аренда ма офис? Офис өзімдікі. Қандай микрофон? Микрофон, SE Electronics деген микрофон. Сіздің Супер люкс деген избишный микрофон ғой. Сол далбасайш микрофон. Сол өзімен дүние жасалды. Менде сол деп. Далбасай бәрінен налогы дейсің ғой. Жоқ, бұл телефон, наушник несі ғой микрофон.
В общем, осылай компьютерді егер сол жинадық біз қанша 500 мың последний 500 мың обновитель, оның алдасы 300 мыңдай болды, общий бір 800 мың, одан кейін сол анау тоже хромакей, тоже офис деген сияқты. Яғни геймер болғың келсе 1 миллион теңге керек. Бізде енді оған сразу бүйтіп қол жете сара жоқ, бізде өсе бүйтіп қосып азуын қосып, жесткий қосып деген сияқты. Мен өзім мысалы ютубер болмай тұрып, мысалы осы канал Эдди Форбстың каналын жасайтын кезде былай іздедім, душный сатып алдым, 25 мың теңге сатып алдым, сөйтіп сатып алдық та ең қымбат покупка ол менде өмірімде компьютерда ол видеокарта болды 85 мыңға мен GTX 1050 Ti деген видеокарта алдым. Сол видеокарта арқылы былай түсіп көтерілді, одан кейін көтергеннен кейін елдар уже біз аудитория көп сенде, давай компьютер алайық, новый обновить дейік деп. Одан кейін біз жинадық компьютерді, қазір енді нормальный качественный видео шығарып отырмын. Енді в будущем енді бізде микрофон болып тұр. Микрофон және осындай освещение сол болсын. Менде компьютер өзі ата-анам алып берген компьютер, жұмыс істейміз деп алған. Көрдім, GTA 5 шықты. Да, гүл бәрін жазып алғансың ғой, жартылап ол істегенде жоқ, сосын қайтадан бір күн компьютерді өшірмей, қанша 800 килобит па секундына жазды, примерно 2 күн 2 ден деп тұрды, бір күн түнімен өшірмей жазғасын, түнде қаттырақ жазады да, енді өте емес интернет қой основном. компьютер күйіп кеткенде сөйтіп түсте өшіріп қоясың, адамды істейсің, басқа ойын ойнап жатасың, түсте жай жатып, қайтадан түнге алып қоясың, 2 күнде жаздың GTA-ны сөйтіп. Біріншісі істемейді, екіншісі басқа пиарактың жазып сосын ойнадым, ұнады ше. Сөйттім да, вообще мен гитара түсіріп жүрдім ғой, сол ойын түсіргім келіп кетті. Бірақ мен ең бірінші түсірген ойын Warface деген ойын негізі айтқанда ше, атысың, түсіре салып, достарым ойнап түсіре салып, лағып ше, компьютер салып сен көріп отыратынбыз, мен сен былай аттым ғой, көрдім бе деп ше, әшейін сол үшін түсіріп жүрдік та, біз досыма көрсетіп үшін отырады. Сосын өзім ұнап қалды, что-то сөйтіп сөйлеп түсірейінші дедім, онша емес, бірандай наушник, микрофон шығып тұр. Сосын мен түсіре бердім, шумын алып тастап бір нәрсе андай ше, Adobe Auditionмен дауысын алып тастап сөйтіп, сондай компьютермен түсіріп, сол компьютермен, сол микрофонмен 20 мыңға жеттім ғой мен. Микрофон содан кейін сөйтіп айттым да, жаңағы 800 теңге сатып алдым дедім ба, 800 теңгеден жинап 500 теңгесі разыгрыш. Сөйтіп 20 мыңдай жинадым да, 20 мың мамадан 2 теңге сұрадым да, 22 бір деген микрофон сатып алдым. Сөйтіп 100 мыңнан асқаннан кейін ба, сол 100 мың тұратын микрофон сатып алдым. Біз былай болды, біз екеуміз танысқаннан кейін уже біз монитор алдық. Ютубтың өз ақшасына алады. Сосын бір айдан кейін мен оған айттым, давай микрофон ауыстырайық деп. Бұл да давай деп. Біз бардық өзіміз жаяу іздеп микрофондар қызықты. Былай көрдік, басына бір микрофон алдық, что-то ол не то болды да. Одан кейін басқа микрофон алдық, анау уже микрофон. Мынандай дәу микрофон түрі бір түрлі көрінеді. Бізде күшті дауыс шығарып отыр, орыс ютуберлер бір шумы бар екен, кеп шықты. Біз шықпай деп қандай микрофон досың деді. Даусынан бөлек. Сосын былай болды, біз микрофон алдық. Микрофон алсақ, бір нәрсе жетіспейді ана микрофонда бір не үшін деп ойлаймыз, былай жап. Анау микрофонның бір шум ба бере ма, содан кейін тұрдықтай, Мұхаммед лай интернеттен қарап былай бердім. Сосын тұрдықтай, давай 40 мың анаяқта не звуковая карта тұр екен, соны алайық дедік. Бардық Нұрмұхаммедке алдық, Нұрмұхаммед екеуміз қосықсын в шоке анаяқта Нұрмұхаммед екеуміз дауыс тап-таза деп. Сол кезде таң алдық қой. Карта керек екен, иә? Нечте болсын звуковой карта, иә. Обязательно. Жоқ, ол USB-шный микрофондарда болады кейбір. Өзінің ішінде встроен. Оларда да кейбір микрофондар мысалы жақсы болады. USB все-таки. Иә, енді USB все-таки енді ондай встроенный болғаннан кейін ішінде обязательно звуковая карта болған дұрыс болу. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 1 миллион керек деп. Дым ақшасы бастады. Рекламаға. Өзім ютубтан келген ақшаға ғана алатын мен. Яғни бір тиынсыз бастауға болады ғой ютуб. Болады деген. Компьютер болу керек. Алып берсе болды. Жоқ, геймер болмасаң болады ғой. Геймер болмасаң да телефонмен. Блог түсіремін десек, қызық болады да телефон. Енді адамның өзіне байланысты блог түсірген. Steam талпынған адам. Енді бір аппарат керек енді. Аппарат. Кейін енді үлкейген. Ойлақсыңдар ма? Иә. Қазақ ютубы қандай деңгейде? Сіздердің ойларыңызша. Бұл да среднийға жетпейді ғой біздің. Потому что біздің тренд, Қазақстанның тренді өйткені орыстардың видеосымен толды да. Сол себепті негізі средний хотя бы болатын болса, қуанар еді негізі. Енді көтеріліп келе жатыр негізі қазақ ютубы. Және мына осындай Мейрам киностудия сияқты, осындай Салем Social сияқты проекттар енді көтеріліп бүйтіп.
нормально болса енді хотя бы орташа дәрежеге жетіп алғаннан кейін ары қарай уже жету биікке жету деген сәлем қой. Мысалы бізде Қазақстанда еш ютуберлер мысалы басқа елдерде қарайсың, Россиялық нақтырақ айтатын болсақ, осыны қарасаң, жиналады бәрі. Бір нәрсе флеш, МК фест қойсын там жоқ. сонда жиналыс болса Ой, обязательно видео енді біз сондайды күтіп жүрміз негізі шынымды айтсақ. Қанша уақыт болды біз сондайды күтіп, мысалы может YouTube шақырып болуы мүмкін деп ойлап жүрміз да. Біз бірақ ондай любой жерге қалмай баратынбыз. Кино түсу сразу. Мысалы өткенде кім Кюбро деген блогерді мысалы Free Fire өзі жинады, блогерлардың бәріне Рио де Жанейроға билет алып берді, бәрі сол жаққа кетті мысалы. Бізде мысалы GTA контент скоро GTA 6 шығады, бізді мысалы Сан-Франциско шақыру мүмкін деген сияқты. Біз ондай күтеміз әрине, және де приветствуется деді ғой бәрі. Қазақстанда мысалы бір адам болатын болса, егер ютуберлардың бәрін жинап, фан-встреча, үлкен фан-встреча жасап, бәрін әрине қолдаймыз, рекламасын жасаймыз, осындай жерде боламыз деп айтамыз да, ол біз обязательно барамыз. Себебі бізде подписчиктермен сөйлесіп көргіміз келеді, сондай сияқты әңгіме ғой бұл жерде. Бір адам сондай бір сменный бір адам табыла ма деген сияқты әңгіме ғой, вызов қой бұл. Презентацияға железно шақырмайды, бірақ өзіміз барып тұрып қой Лос-Анджелес. Карантин біткеннен сұрақ бітті. Негізі мен өзім құрметті көрермендер, подписчигі бар, просмотры бар ютуберлерді өте қатты құрметтеймін. Өйткені ол өзім ютубер болғаннан кейін мен оларды түсінемін да. Ол тек қана подписчигі көп болған үшін емес, немесе просмотр көп болған үшін құрметтемеймін мен. Ол сол деңгейге жету үшін қандай қиындықтардан өтті және қандай қиындықтарға төтеп беріп, бас тартпай, аяқ тартпай ары қарай жалғастырғаны үшін мен оны 100% қандай неден өткенін түсінгендіктен қатты құрметтеймін. Сондай ютуберлерге сіздер өздеріңіздің телефондарыңыздың алдында отырып бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал енді біздің құрметті көрермендерге айтатын тілектеріңіз. Не дейміз енді, сөзге келеміз, 2 жас бақыт болсын десең. Өз мақсаттарыңа отказ бермеңдер жігіттер. Егер блогер боламын деуші болсаңыздар, обязательно тек қана алға. Қорықпау керек ештеңеден, давайте смело бастай берсеңдер болады. Біз сіздерді қолдаймыз. Давайте өсіңдер, дамыңдар. Не істесеңдер де от души к душе в душу берсін. Бағана айтқан Құдай қаласа келесі фестивальдарда, фан кездесулерде жолыққанша. Егер де осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, келесіде бұдан да қызықты видеолар сіздерді күтіп тұр. Біз сіздермен келесі видеоларда кездесеміз. Сау болыңдар достар, пока.